Сәлем достар, сіздермен бірге Меруерт. Сіздерге осы салаттың оңай дайындау жолын көрсететін боламын. Бұл салатты біреулер чимчи десе, кейбіреулер кимчи деп атайды. Палаумен өте күшті үйлеседі. Пекинская капуста өзіңізге неше дана қажет, сонша алыңыз. Барлығын жуып, 4 бөлікке бөлеміз. Кейін осы капуста бөліктерінің жапырақтарының араларына тұз жағып шығамыз. Осы кездегі тұздау процесі өте маңызды. Тұздалған капусталар 2-3 күн салқын жерде тұрады. Осы кездегі тұзды көп жаққан болсаңыз, сол тұздың барлығы капустаның бойына сіңеді. Тұзы көп болып кетіп, дайын болған салатқа аздап су қоссаңыз да, капустасын бөлек алып, жуып алсаңыз да, бұл тұздың дәмін кетіруі мүмкін емес. Жапырақтарын аз да емес, көп те емес тұздап болғасын ыдысқа осылай саламыз. Ыдысқа 1 шай қасық тұз салып, оның үстіне су құямыз. Араластырып, капустамыздың үстіне құямыз. Құйылатын су қайнап суыған немесе фильтрленген су болуы қажет. Суды қайнап тұрған кезде немесе ыстықтай құймаңыздар, себебі капустадан ұнамсыз иіс шығуы мүмкін. Менің капустам тек қана 2 дана болғаннан кейін суды да аздырақ құйдым. Капустаның бетіне тарелка жабамыз. Тарелканың үстіне ауырлау нәрсе қойып, ішіне шаң түспеу үшін үстін матамен жабамыз. Осылай 2-3 күнге салқын жерге қойыңыз. Жылы жерде тұрып қалса, капустаңыз ашып кетуі мүмкін. Арадан 2-3 күнде уақыт өтті. Капустадан шыққан суды төгіп тастап, капустаның өзін бөлек ыдысқа алдым. Көп адам капустаға бүтіндей осылай қызыл бұрыштарын жағады. Ол жейтін кезде ыдыстарға турап салғасын, асыққанда маған ыңғайсыздық тудыратын еді. Сондықтан да мен осы біріктіріп тұрған жерін кесіп алып тастаймын да, капустаның өзін жеуге ыңғайлы етіп турап саламын. Осы чимчиді мен сыртқа қоямын, тамақ дайын болған кезде ыдысымды алып барамын да, турап отырмай салып әкеле қоямын. Орысша айтқанда без заморочек. Ыдысымыздың түбіне туралған капусталарды 1 қабат етіп жайып саламыз. Оның үстіне қызыл ащы бұрышты жағып шығамыз. Ащы бұрышымыз үйдікі, яғни домашний болғаны жақсы, менікі бітіп қалғаннан кейін магазиндікін пайдаландым. 4 зубчик чеснокты осылай турап дайындап алдым. Бұның 4-тен 1 бөлігін жайып саламын. Кейін 1 дана лавр жапырағын жуып саламын. 3-4 түйір қара горошек саламын. Ендігі құятын суымыз бұл чимчидің өзінің суы болады, яғни төгіп тастамайтын су. Капустаның бойында тұз болғанымен, қазіргі құйылатын суымызға дәмі онша шықпайды. Сондықтан ыдысымызға тұз салып, үстіне таза су құйып, капустаның үстіне құямыз. Әрине суымыз қайнап суыған су немесе фильтр су болады. Менің чимчиім аз болғандықтан тұзды өзіне жараса 1 шай қасық салдым. Егер сіздің капустаңыз көп болып жатырса, әрине сізде тұзды көбейтуіңіз керек болады. Суын құйып болғаннан кейін тұзының дәмін қарап жіберіңіз. Тағы да үстіне тарелка жауып ауыр зат басып, 1-2 күнге салқын жерге қоямыз. Осы 1-2 күннің ішінде қызыл бұрыштың, лавр жапырағының, чеснок және қара бұрыштың дәмдері капустаның бойына сіңеді. Видео ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Чимчи дайындауда өздеріңіздің фишкаларыңызды, ерекшеліктеріңізді жаза кетіңіздер. Менің YouTube каналымда өзімнің дайындайтын палауымның рецебі бар. Оны да дайындап көріңіздер. Сіздерге ас болсын.